Қандай амал-әрекеттер адамның тұлға ретінде дамуына кедергі келтіріп, керісінше кері кетуіне ықпал етеді? Қайырлы күн достар, сіздермен бірге пайдалы психология арнасы. Егер де біздің арнамызға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп және қоңырау шарына баса кетіңіздер. Мен сіздерге қандай әрекеттердің адамның тұлға ретінде өсуіне кедергі келтіретінін айтып өтейін. Сонымен ең бірінші, ішім пысты деген сөз. Бұл сөз адамның танымдық қызығушылықтарының қайнар көзі болып табылатын әуесқойлық деген қасиетті тұншықтыратын сөз. Екінші, бір үлгідегі ақпараттарды тұтыну, белгілі бір кітаптарды ғана оқу, бір сарынды желідегі фильмдерді ғана көру, белгілі бір блогтарды, газет-журналдарды айналып келіп бір телебағдарламаларды ғана қарау деген сияқты. Қызығушылықтар аясын кеңейту, бір орында тұрып қалмау үшін қажет. Келесі, жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүруді қалау. Қалай болса солай жүрдім бардым істеген тірлік өзі де ешқандай нәтиже бермейді. Төртінші, алға деген ұмтылыстың болмауы. Кімде-кім өзін бәрін білемін, жетістікке жеттім деген болса, сол күннен бастап оның дамуы тоқтайды. Бесінші, сұрақтардың жоқтығы. Егер де сізді неге, не үшін деген сұрақтар мазаламаса, күнделікті күйбеңнің шылауына оңай кіріп кетесіз. Алтыншы, шығармашылықтан бас тарту. Ондай бір нәрсе ойлап шығару қасиетім жоқ дейтін болсаңыз, онда өзіңіздің жалпы дамуыңызға үлкен тежеуіш қойғаныңыз. Жетінші, қарсыластардың, бәсекелестердің болмауы. Айналаңыздағы адамдар сізді ылғи да мақұлдауға дайын тұратын болса, бұл да аса жақсы нәрсе емес. Жалпы өзіңізді бағалауыңызды арттырғанымен, кәсіптік тұрғыда дамуыңызға үлкен кедергі. Сегізінші, аз ғана кедергіге, сәтсіздікке тауыңыз шағылып, дегеніңізден бас тарту. Бұл да сіздің алға қарай жылжуыңызға кедергінің біреуі. Тоғызыншы, үлгі тұтатын адамның, яғни кумирдің жоқтығы. Адамға үлгіге қарап бой түзеу, теңелу әлде қайда оңайырақ. Сол себепті өзіңізге бір адамды белгілеп, осындай боламын десеңіз, нәтижесінде одан әлде қайда асып түсуіңіз де ғажап емес. Ұстаздан шәкірт озар демей ме? Ал сіз осы аталған кедергілердің қайсы біреуін болсын өз бойыңыздан байқай алдыңыз ба? Төменде пікірге ой бөлісе отырыңыз. Көріскенше күн жақсы болсын.